аптадан кейін, тіпті бір аптадан аз уақыттан кейін 1 қыркүйек болады. 1 қыркүйек және де біздің алғашқы сабағымызда басталады. 2023-2024 жылғы видео мектеп жылы келді. Хотя бұл видео негізінде шынын айту керек, барлық мектеп жылы қандай жылға байланысты болмасын, барлық мектеп жылына сай келеді. Бірақ бүгін не айтамыз? Бүгінгі видеода біз айтатынымыз бұл қалай 1 сентябрьді бүкіліміз зарабат ету керек. Точнее, қалай 1 сентябрьдан бастап, 1 қыркүйектен бастап жылдың соңына дейін сен мүлде басқаша адам болатындай не істеу керек? Осы жөнінде айтатын боламыз. Енді кеттік. Бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға, сыныптастарыңызға және де інілеріңізге, ағаларыңызға, сіңлілеріңізге, қарындастарыңызға, тәтелеріңізге таратыңыздар. Енді кеттік, бастаймыз. Сонымен физика, алгебра, геометрия және тағы да басқа сабақтар бұл өте маңызды сабақтар шығар. Әрине оларды білу керек, әрине тарихты білу керек, әрине мынаны білу керек, әрине мынау сабақты білу керек, әрине орыс тілі, грамматика барлығын білу керек. Білу керек дегенде, точнее, білген жақсы болады, өзіне жақсы болады. Бірақ ол сабақтардың ешқандай маңызы болмайды. Егер сен өз-өзіңді дамытпасаң, бұл жөнінде мен өте, бұл менің басты өзімнің видеоларындағы основной инсайт, негізінде дәл осы каналдағы, дәл осы менің жеткізгім келетін основной инсайт, басты инсайт. Егер сен өз-өзіңді дамытпасаң, егер сен өз-өзіңді татпасаң, бұндай сенің дәл жаңағындай басқа сабақтарды, түрлі пәндерді оқуына ешқандай мәні болмай қалады. Егер сен өз-өзіңді таппасаң, егер сен өз-өзіңнің кім екенін білмесең, егер сен мен кіммін деген сұраққа жауап бере алмасаң, басқа сабақтарды, басқа пәндерді оқудың проблемасы, мәнісі болмай қалады. И және саған керегі дәл осы 1 қыркүйектен бастап, дәл осы мектепке алғашқы қадам жасағаннан бастап, өзіңді барынша іздестіру. Сенің басты мақсатың, сенің басты мынау идеяң, сенің басты мынау басындағы ойым, басындағы миссия, мектепке барардағы миссия 5 алып қайту емес, хотя это тоже можно, бірақ сенің басты миссия бұл мен қазір өзімнің кім екенін анықтауым керек. Мен қазір өзімді барынша іздестіру керек, барынша лучше болу керек. Сонда бұл жердегі басты мақсат, сен барар кезде сен достарымен, кетті ойнайық, былай, телефон, сабақ үстінде телефон ойнап отыру емес, сабақ үстінде әңгімелесіп отыру емес. Сен сабақта енді сен өзіңді іздестіру қиын болады, бірақ қарап отыр, основной мәселе, если бір ойына идея келсе, соны жазып ал. Барынша өзіңді іздестір, кітап оқы. Қоңырауды дұрыс пайдалану туралы каналға өтсең видео бар. Өз-өзіңді дұрыс пайдалан. Барынша өз-өзіңді дұрыс пайдалан. Барынша дәл осы мектепке барар уақытты дұрыс пайдалан. Өйткені сенде алдағы өмірінде, жалпы осы өмірінде мектеп сияқты бос уақыт болмайды. Шын айтам. Мектеп сияқты бос уақыт болмайды сенде. Сендегі бос уақыт бар болғаны дәл осы мектепке. Өйткені сенде мектеп кезден кейін, тіпті қазіргі мектепке қарасаң, қазіргі мектептегі оқушыларға қарасаң, олардың өздері де қазір жұмыс жасайды. 11-ші сыныптар, курс бойынша жүреді, олардың уақыттары жоқ. 10-ші сыныптардың кейбіреулері уже курстарға бара бастаған, бірақ көбінесе олар жұмыс жасайды. 9-ші сыныптар тоже жұмыс жасайды, 8-ші сыныптағы балалар тоже жұмыс жасайды, 7-ші сыныптар, наверное, жұмыс жасайды. Ол жағын көрмеді. Бірақ мектептегі балалардың көбісі қазір уже жұмыс жасай бастады. Хотя, білесіздер ме, не проблема, қандай проблема? Олар жұмыс жасайды, лишь бы зарабатывать, а не понять то, что оларға керегін. Сондықтан да саған дәл қазір
мектеп уақытым бар, окей, мектепте уақытым бар. Мектептен шыққаннан кейін сен түсінесің, что менде бұндай уақыт, мені мектептегі уақытымды қайтарыңдаршы. Менде мектептегі де уақытым жоқ, менде вообще ештеңеге қолым тимей жүр деген сияқты. Сонда саған пока что сені ата-анаң сені асырап жүрген кезде, пока что сен өз-өзіңді уақытың бар кезде, пока что сен мектептегі уақытың сенің уақытыңды алып жатқан кезде, дәл осы аралықты пайдаланып, сен өз-өзіңді дамытуың керексің, сен өз-өзіңді табуың керексің. Мен кіммін, мен кіммін деген сұрақ сенің басты мессенджерің болу керек. Осы техника арқылы, осы миссия арқылы сен өз-өзіңді дамыта аласың. Сен осы арқылы 1 сентябрьда, 1 қыркүйекте барлығын зарабатывать ете аласың. Ендеше кеттік. Келесі видеода кездескенше.